концерттик бағдарламаны бастамас бұрын оқушылардың аузына Наурыз мерекесінің қалай тойланатыны туралы сұрайды. Қызыр баба үйге келсе, ол ауру сырқаудан, пәле-жаладан аман сақтап қалады деген сеніммен адамдар Наурызда үйлерін қағып сілкіп тазартып қоятын болған. Наурыз мейрамы негізінен адамдардың көшуінен басталады. Жігіттер төбелектегі бұлақтарының көзін ашып, бұлақтың басына қал егеді. Жаңа күнге иіліп сәлем береді. Ерішкен ағайынды тартылысады. Бұл ауыл бойжеткендері өздерінің атқан билеттеріне көптеген ұйқы ата деп аталатын соғымның етін деп аталатын дәмді тағам дайындап беретін болған. Ал жүріскері оларға айна, тарақ, секілді көптеген апаттарын берген. Бұны серпектілер немесе билеткіздер деп аталады. Ел арасында 21 наурыз күні Қызыр баба аралайды деген аңыз бар. Соған сенген халық үйлеріне бақ береке дәулет-тіршілік пен үйлерінің есігін қойды. Орыс қазақтың жаңа жылы болғандықтан наурыз сайын наурыз көзін істелінеді. Оған шеттігі дәнді дақылдар қосылады. Оның біріншісі әрине су және де соғымнан алған сүт, бидай, күріш және де тұз деген секілді дәнді Hadi балалар беріп беріңіздер. Бүгінгі сәбиімізді еске саламыз. Бұл үлкен қуаныш. Балалар, біз бірінші ең алдымен баланы бесікке салмас үшін алас таба алуымыз керек. Алас, бәле жаладан алас, жын шайтаннан алас. Енді іштима деп аталатын ырымымыз. Ал балалар енді ойындарына бастай беріп, біз сәбиімізді бесікке саламыз. Anlaşın sәбиімді қалабейді. Бесікті аластырды. Енді бала түзі шырттау үшін ойын дүниеден алып қоямыз. Сонда баламыздың көзі тыныш болады. Әлі ақ бүгін сендей сәби жоқ көкем, анам әкем дейсің бе, тілің тәтті екен. Тоқта балам, асықпа. Бүгін наурыз мейрамы. Ұлыстың ұлы күні. Қазір анаң наурыз көже әкеледі. Соған бата берейін. Содан кейін бәріміз дәм татамыз. Апа, наурыз көже деген не? Ол қандай тағам? О балам, наурыз көже бұл ұлыстың ұлы күніне арналған ерекше тағам болып келеді. Ол 7 түрлі дәмнен жасалады. Ет, сүт, тары, бидай, жүгері, бұршақ және күріш. Бұл тағам молшылық пен берекенің белгісі. Қызық екен, менде дәм татқым келеді. Олай болса дастарханымызға бата беріп жіберейік. Ат мол болсын, көк мол болсын, наурыз құтты болсын. Берекелі дастарханымыз дәмді де мол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жыл жақсылық әкелсін. Әумин.